тегін тойға барғанбыз ғой. Хозяин далаға жүгіріп шықты да жаман крутой костюм киіп алған екен. Сөйтіп қолын қалтасына сап қойып екеуміз қарап қалыппыз, бір бәле беретін шығар деп. Сөйтіп дастарханын шығарып жандырдыңдар жігіттер, жандырдыңдар деп жатырға. Тойға барып қалсам, кішкене бір ішіп алған жігіт екен өзің сияқты. Дәу күші көп екен да енді. Мойныма асылып алды да бір өлең бойы асылып тұр да бәрімен суретке түсіп. Өлең біткесін айтты, мен бауырым шаршаған жоқсың ба дедім мен. Не болды дейді, не болғанда стойканы таптың ғой, екінші өлең арқама мініп тұршы айналайын. Өлтірдің ғой дедім да мені. Мына мен беретін адам жоқ па дедім біреуге қарап. Мына туысқаны бар ма или әшен кіріп кеткен біреу ма тойға? Бір бала іштен емес, жүгіріп кепті, ішіп алған бүйтіп ұстап тұр мені. Досын айтып қойды, суретке түсіп алсай, ұстап тұрмын ғой деп қойды мені. Қалай? Мен айттым, ит емессің ғой, жіберсей дедім да айналайын. Бір жаңадан намазға келген бір әнші қыз. Әнші қыз? Иә, әнші қыз. Осы қызық айта беріңізші. Бұрыннан намазда жүрген әнші балаға звондап жатыр дейді да. Жыласа дәрет бұзыла ма десе, жылап атып бұтыңа жіберіп қоймасаң бұзылмайды деп айтады дейді да. Қымыз ішкен кезде мұрты қымыздың ішінде жасап деп сорады да. Сөйтеді үстін ұстап тұрып астына деп. Ол кісі, мен айтып берейін, ол пұл берді ма деп еді? Берді деді. Алдың ма деп еді? Қуаны ек кетті ғанау. Олған жоқ мана әке деп еді. Шашынан ұстады. Німеге өлмесің? Өлмесің. Кірісті ғой бүйтіп. Қолын ана қамырға тыққан кезде, мына жерден кеп тұр ғой. Беті дірілдеп кеткен ғой. Деп аралап жатыр да. Ортасынан ары қарай әкетіп барады да қолы күйді ау деймін. Деп сулап алды да тырнақтан ұшын. Ары қарай аралап кірісті ғой.